Тағы да кітап па? Қыз баласы деген үй шаруасымен айналысу керек қой. Саған оқу не керек? Әке, мен дәрігер болғым келеді. Халыққа көмектесуім керек. Әкесі, қызымды жылатып қоясың ба? Оқысын, білім алсын, арманына жетсін. Болды, жетер. Мен айттым, бітті. Мені надан қылғанымды аздай, енді қызыңа көрсетейін дедің ба? Дәрігер дейді, халыққа көмек дейді ғой. Сен тіреп жүр сол. Әйелдің орны отбасы. Әлде сенің көмегіңе қарап қалып па? Болды, сөз бітті. Қыз баланың арманы асқақ. Бірақ кейде ол армандар отбасында тұншығып жатады. Сенің арманың керемет қой. Я, күшті ғой. Неге әкеге қарсы шықпайсың? Я, барлығын түсіндіріп айтуға болады ғой. Қорқам, әке ренжиді, қызға артық дейді, ал мен тек оқығым келеді. Қыз балада тұла ғой, арманды тұншықтыру зорлық. Мұғаліммен сөйлесейікші? Әке, мен сізді құрметтеймін, үмітіңізді ақтаймын. Бірақ мен дәрігер болып жоғары оқу орнында оқығым келеді. Қызым, мен қорқам. Қазіргі қоғаммен өмір сүру өте қиын. Қазір небір интернетте, телевизорде жаман нәрселер көрсетіп жатыр. Тас жүрек жауыздар, кішкентай балапандарға да жамандық, зорлық зомбылық көрсетіп жатыр. Бірақ сенің жолыңды мен байламайын. Саған ақ батамды берем. Сен өте ақылды қызсың. Тиянақты болып, оқуыңды бітіруіңе тілектеспін. Батамды берем қызым саған. Оқуыңды бітіре ғой. Иә, әкесі, рахмет. Жоғары оқу орнын бітірсе, қызымыз білікті маман болады деймін. Біздің қорғаушымызсың сен, қызым. Саған сенеміз. Анаң екеуіңді уайымдатпа. Жүре ғой. Қыз бала болу әлсіздік емес. Қыз тіршіліктің бастауы, әлемнің жарығы, елдің ертеңі. Қарагөз қыздарымызға қолдау көрсетейік. Отбасында, басқа ортада болсын, кез келген қысым қоғамның дамуын тежейді. Зорлық зомбылыққа жол жоқ. Бүгін біз аса маңызды, жүрекке ауыр, бірақ айтуға, тоқтатуға, күресуге тиіс мәселені көтеріп отырмыз. Ол зорлық зомбылық. Бұл қоғамымыздың, отбасының, тіпті әрбір адамның өміріне қауіп төндіретін үлкен қасірет. Зорлықты көру, оған жол бергенмен бірдей. Сондықтан әрқайсымыз бұл мәселеге бейжай қарамай, жәбір көріп жатқан жанға қалай көмектесе аламын деп ойлауымыз қажет. Бірге болсақ, біз мықтымыз. Қазалы ауданы прокуратурасы зорлық зомбылықсыз болашақты құруға шақырады.